Сәлем достар, мен бүгін сіздермен күріштер бір-біріне жабыспайтын, еті өте жұмсақ болатын шашпа палаудың ең оңай рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Шашпа палауымыз үшін сиыр еті, пияз, сәбіз және күріш қажет болады. Қанша мөлшерде қажет екенін мен сіздерге төменде жазып қалдырамын. Қазанға сұйық майды құйып, жоғары отта жақсылап қыздыру қажет. Май өте қатты қызған соң үстіне етімізді салып, қызарғанша жақсылап қуырып аламыз. Енді үстіне пиязды салып, тағы да қуыру қажет. Пиязды араластырып біркелкі қуырып болған соң, үстіне сәбізімізді саламыз. Сәбіз неғұрлым көп болған сайын, палау өте дәмді болады. Сәбізімізді видеода көрсеткендей сұйық майдың түсі қызарғанша жақсылап қуырып аламыз. Қуырып болғаннан кейін үстіне алдын ала қайнатылған ыстық суды құямыз. Судың мөлшерін өлшеу міндетті емес. Үстіне тұз салып, ет піскенше өте баяу отта 30-40 минут қайнатамыз. Ет піскенше қазанның қақпағын жабуға болмайды, себебі сәбіз езіліп кетуі мүмкін. Ет піскен соң отты қайтадан жоғарылатамыз. Қатты қайнай бастағанда үстіне күрішімізді саламыз. Видеода көргеніңіздей күрішті біркелкі етіп жайып аламыз және де суы тартылғанша осылай орташа отта пісіреміз. Міне суы тартылды, енді күріштің шетін қайтарамыз. Суы тартылған соң отты бірден баяулату қажет. Енді үстіне таза пакетті осылай орналастырып, сыртын қақпақпен жауып, 20-25 минут өте төменгі отта пісіру қажет. Байқағаныңыздай мен қақпақты ең соңында ғана жаптым. Шашпа палауымыз дайын, күріштеріміз шашылып, бір-біріне жабыспай өте дәмді болып піседі. Міндетті түрде жасап көріңіздер, каналға тіркеліңіздер.